Аршамен аластау. Адам ата мен Хауа ана пеште тыйым салынған жемісті жеп, Тәңір алдында күнәлі болады. Хақ тағала қаһарланып, оларды пештен қуады. Періштелерге жәннаттың киімдерін шешіп алып, екеуін жерге тастаңдар деп бұйырады. Бұл сөзді естіп екеуі қашады. Періштелер әдеп сақтап, оларды ұстап алуға батпайды. Сол кезде жиде ағашы бұтағымен адам атаны бас салады. Қарсыласқанына қарамай, бұтақтарымен бар киімі сыпырады. Жиде ағашының өрескел әрекетін көріп, періштелер тосылып қалады. Ағаш, Алланың әмірі бәрінен де жоғары, дейді. Жалаңаш қалған адам ата мен Хауа анаға інжір ағашы бір жапырағын беріп, ұятты жерін қалқалайды. Арша ағашы пана беріп, саясына отыруға рұқсат етеді. Сол сәтте Тәңірден әуез келеді. Ей жиде, менің әмірімді орындағаның жақсы, бірақ менің орынбасарыма қаталдық көрсеттің. Мұншалықты дөрекі болмасаң етті. Осы дөрекелігің үшін сені де жазалаймын. Бұдан былай пейіште емес жерде мекен етесің. Адам баласы сені арнайы екпейді. Судан жырақта өніп өсесің. Денеңді тікен қаптап, ағашың қатты болады, дейді. Содан бері жиде судан жырақ жерде өсетін болыпты. Адамдар оны арнайы екпейді екен. Жиде гүлі бұрын пеште өскендіктен гүлі ерекше жұпарлы болады екен. Ал інжір ағашына: әй інжір, менің орынбасарымды құрметтеп жапырақ бердің. Оларға мейірім көрсетіп мәрттік таныттың. Сол үшін мен де саған құт береке хам кие дарытамын. Адам ұрпағының ризығы боласың. Кім ауырса, сенің жемісіңді жеп, шипа тапсын. Нәрлі сөліңді ішіп, рахаттансын. Сенен басқа жеміс жидектердің бірінің іші, ал біреуінің сырты ғана жеуге жарамды болады. Сенің ішіңде, сыртқы қабығың да адамға азық болсын, дейді. Содан бері інжір ағашы адам сүйсініп жейтін құнарлы жеміске айналады. Арша ағашына: сен менің халифама көмектестің, жаныңнан пана бердің. Сол үшін саған жұпар иіс бітіремін, жапырағыңа кие дарытамын, депті. Аршаны тұтатқанда керемет иіс шығатыны Құдай берген осы қасиетінен екен. Жапырағына кие дарытқандықтан оны үйдің ішімен бос бесікті аластап, жын перінің әсерін жояды екен.